Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге сол баяғы бұл мен Мади. Қалайсыздар достар? Яғни сағынып қалдыңыздар деп ойлаймын достар. Мен уже неше апта болды, 3-4 апта бойы, 3-4 апта емес, даже уже білмеймін, көп вообще көп ай өтіп кеткен шығар. Білмеймін достар. Короче, мына осы айдың басында уже каналым кетіп қалды. Осы маусымның орталарында. Не үшін кетіп қалғанын айтайын. Менде достар родительский контроль болмады. Яғни мен ютубты достар родительский контрольсыз түсірген болатынмын, яғни бір өзім түсірген болатынмын. Сондықтан ютуб соны қабылдамай мені достар уақытша банға тықты деуге болады. Және менің өзімнің ағам көмектесті бұны істеуге. В общем, қайтарылды каналым достар. Міне 2 апта екен ғой достар, 3-4 апта деп қоямын достар. 4 апта деп қоямын. Уже уақыт дейтін достар вообще көрмеппін. Уже ютуб каналымды сағынып жүрдім да уже. Уақыт қарамаппын, уже неше апта өтіп кеткен. Аз екен ғой же. Сразу оралыппын. Короче, 2 апта видео шықпады. Барлықтарыңызға достар, енді көп видео шығаратын боламын. Білмеймін достар, бетімді түсірейін ба, түсірмейін ба. Может, түсіруге болатын шығар. Оны көреміз енді. Ал міне менің осы каналым. Айтпақшы достар, 600 подписчикке өте көп рахмет. 681 уже достар. Давайте тез мыңға жетсек. Мыңға жеткіземіз да. И достар, уже біз деген достар мыңға жеткенде мен уже дейтін уровеньге көтерілдім да. Көп нәрселердің бәрін жүріп бастаймын уже. Достар, әші осы мен канал. Бұрынғы достар ешқандай видео удалить бетті деп айта алмаймын достар. Кейбір видеоларды удалить тастадым көргендеріңіз бойынша. Яғни керек емес видеоларды удалить тастадым. Каналда негізі 30 видео болған, 2 видео удалить тастадым. В общем, сол енді барынша жақсы видеолар түсіруге тырысамын достар. Ал сіздерден сол баяғыша лайк және арнаға тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Давайте тез мыңға жеткізейік. Және сонымен мен ең күшті видеолар түсіремін. Айтпақшы, бір жаңалық бар. Мен трансляция ауысатын боламын. Яғни мен OBS жазып алдым. OBS өзім компьютеріме. Енді мен достар тек қана видео емес, стримдарда ойын ойнаймын достар уже. Бірақ дауыссыз. Неге екенін білмеймін. Уже қазір OBS пен микрофон керек дей ма дейді. Ал тырысып көретін, может, істеп қалатын шығар. Егер дауысты қоссақ болды достар. Біз дейтін стримдарда ойын ойнаймыз. В общем, сол достар, жаңалық осы достар. Көргендеріңіз үшін рахмет. Лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Қош сау болыңдар.